Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Нұрлы KZ арнасы. Бүгін біздер деген мынандай офицер ойнаймыз и осы жерде бір үйде тонаймыз да, сол жерде андай тактикамен әдемі қылып тонаймыз да. Короче, сондай ойын. Лайк баспана тіркеліп кетіңіздер достар. Мен сіздерге көбірек видео шығара беремін. Ал сіздер лайк басыңыздар, маған шабыт беріңіздер. Ал мынаяқта бірінші не дейді? Мынаяқта офицерный киім ауыстыруға болады дейді. Мақұл, көрейік, қандай киім ауыстыруға болады екен. Енді бұл жақта қандай киімдер? О, офицер. Просто ше ортадағы киімде сәйкес болмай жатыр да. Мақұл, осы жетеді. Шапкадан не бар? Опа. Полицейская кепка. Что-то әдемі сияқты, наңғы көрейікші. О, да жақсы. Опа. Ой, ақша тұрады екен ғой бұл. Мақұл, кепканы алайықшы. Кепка қанша? Ой, 100 теңге ма? Керек емес, сонда естіп жүре береміз, кеттік. Енді қайқа бар дейді бізге? Бізге енді не армори мылтыға алатын жерге кеттік. Неха ал дейді, мылтық мін тұр ғой. Оружие, снаряжение оружия. Алдық. Мен мынағандай мылтық өзі. НК-33 па сондай. Сондай микрофон, ойбай, басқа бұл. Сондай не мылтық екен. Мынау ақша ма екен? Көрейік. Достар, бірінші кіріп алайық, одан кейін көреміз. Міне достар, біз кірдік. Қазір ғана кірдік. Дәл қазір. Міне железный сейф дейді. 2-ден 35 кетті. 18 март кеттік. Бізге задача дейді. Дұрыс оқимай тұрмыз. Просто алыстырмдық кішкене. Спасите всех мирные человека жителей. Дейді, неқті біз адамдарды өлтіріп атырмыз ғой дейді. Ямай өлтіріп атырмыз ғой. Өлтіру керек шығар, мақыл. Не дейді? Ашшы өзі. Не істеді? Тепті ма? Тепті ау дейм. Жарайды. Не істеп отыр? Байлақ болған ба? Мына есікте не бар екен? Астынан түйуге болады. Түйуге болады екен ғой, достар. Жарайды, көріп. Бірақ бізде не бар екен? Мынаяқта қандай адамдар бар екен? Ойда атып отыр ғой бізге. Мен жизнім азайтып отыр ғой. Жизнім жоқ, жизнім толы ма? Жизнім толы екен. Достар, қарсыңыздар. Жизнім толы екен ғой. Сомен мені қолыма электрошокер ұстап алған соң ғой. Электрошокер дегенде енді қатты не істемейтін шығар, бірақ адамдан не істеуге жарайды да. Кеттік ал. Қайқарамыз сомен. Білмеймін. Керек. Астынан түсейік. Подвал бар ма неяқта? Кім? Подвал бар екен ғой. Подвалды ішін көрейік. Ой, жақсы қойдым бай. Подвалдың ішінде не бар екен? Ақша! Ақша керек қой маған, ақша. Берсейші маған ақша. Ақша. Ақша бәріне керек шығар. Білмеймін. Не? Кеттік. Қайқа барамыз? Алынмайды екен ақша. Не үшін алынбайды, негізі? Білмеймін. Бірақ нормально. Ең басы адамдарды құтқару бәрі болды. Достар, бітті ма не уже ойын? Давай тағы да ойнайық, көрейік. Қайтадан. Көрейікші. Уже тез бітіп қалады екен ойын. Енді 4,5 минут болып отыр ғой. Қалай? Қайта мына осындай ойын ғой, достар. Қайтадан көрсетпей қойын, жаңа кірген жерінен баса көрсетейін, или қалай. Видео ұзақ болсын, кішкене. Видео қысқа болған кімге керек? Кішкене видео ұзақ болсын да. Қысқа болса, қызға емес болатын шығар.
келдік ал кірдік есікті негізі былай жасаса болады бірақ мен өлтірем түсіп тұрсын ё-моё өлтіреміз сендер өлтіргенсіңдер ма не адамды тонағансыңдар ма не осы жерді білмеймін не үшін біз бұларды ашы атып атырық не үшін тонап атырық біз бұларды не үшін бұларды біз атып атырық түсінбедім өзімде просто атып атырық бұл жай ойын неші түсінбедім ашуға болады екен бой бұл ашсайықшы опа ешкім жоқ екен ешкім мияқта не бар ойна есік не есіп тұр есікте не бар екен опа дала ма опа сынды ма терезесі сынды ма сынған жоқ шығар білмейме тезірек кіру керек болу керек құлақтарым жабылып кеткен жоқ па мақұл ешіп сөйлей берейік ше осылай ыңғайлы ма сізге достар болмаса басқаша бұл петличкасыз сөйлей берген жақсы ма менің ойымша петличкамен сөйлей берген жақсы ақыры алдық жарайды қазір не бар екен неғып бәрін өлтіріп тастаған ғой кәдімгідей не жай сөйлесем жақсы естіледі да қатты қойғандарға нормально естіледі жай қойсаңыздар естілмейді вообще жарайды мияқта офис жаңағындай компьютер анау мынау уже кәдімгідей үш этаж екен бұл жарайды подвалда ешкім жоқ шығар бірақ мынаны атсай андай розовый нәрсе шығады атқанда соны түсінбедім розовый нәрсе не үшін шығады қанда типа анау не істеп жүр ананың ішінде бір адам тірі қалды ма мына жаңа ешкім жоқ еді ғой қалай тірі қалды білмеймін давай мә айтпақшы мылтықсыз жүре алмайды екенбіз обязательно бір мылтық ұстау керек екенбіз да бір жаманы ма жақсы ма білмеймін нормально сонымен не істейміз енді задача ешқайсысы орындалған жоқ па бәрі өлтіріп тастадық қой жетелдерді құтқарыңдар деп еді онда істеген жоқпыз құтқар деген қай жерде құтқарамыз не істейміз құтқарғанда бәрі мынандай не қолына бірдеңе тағамыз ба қамып қоямыз ба қолына қараңыздар осы қалай естіледі екен білмеймін мына терезе жауып тастаған ба қай жерден шығатын жер қайда оның шығатын жерде жоқ қой терезесі қайда шығатын жер қайда міне ой мін тұр ғой кеттік шығамыз осындай үлкен бағытта мыяқта не бар айтпақшы мыяқта қараған жоқпыз мыяқта оқыған ба мыяқта да ашқан ба не үшін ондай жабық тұр бұл жүр ол ашық тұру керек еді ғой ешкім жоқ та досым да қайда кетіп қалды ғой жаңағы бала ол да жоқ па білмеймін көрейікші ой өзім-ақ қаттым ғой шығып кетті ғой ой ата берейік онда ат мақұл онда осы жерден бітіре салайық ойынды сіздермен болған мен сау болыңыздар